Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында пицца жасаймыз. Алдымен құраммен танысып кетейік. Пиццаның қамырына алдымен қаймақ, су, тұз, май, ас содасы, ұн қажет болады. Алдымен 50 грамм майды ертіп аламыз. 200 грамм суға 1 чай қасық тұз және жарты чай қасық ас содасын салып ертіп алып, еріген майдың үстіне құямыз. Үш ас қасық қаймақ қосамыз және 250 граммға жуық ұн салып, қамыр илейміз және жұмыртқа қосуды да ұмытпаймыз. Қамыр иленіп дайын болды. Енді 10 минут тындырамыз, сосын қайта басып илеп қойып қоямыз. Пиццаға қажетті заттар ол шұжық, қара бұрыш, қияр, орам жапырақ және сыр. Жайылған қамырды майланған табаның үстіне қоямыз және оның үстіне рет-ретімен жаңағы туралған заттарды саламыз. Барлығын қосып болған соң духовкаға саламыз. Пиццаның дайын болуына 5 минут қалғанда үстіне сырды салып, қайтадан духовкаға саламыз. Міне пиццамыз да дайын болды. Ұнады деген ойдамын. Ұнап жатса лайк басып, комментария қалдырыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.